жерге жан-жақтағы мектептен қонақтар келіп отыр. Қонақ келген кезде болды. Алдымен не істейміз? Сәлемдесіп аламыз. Келген қонақтармен сәлемдесіп аламыз. Үлкенге десіз, кішіге десіз, сәлем бердік сіздерге, құрмет етем біз. Таяқшаларды ішіне саламыз. Таяқшаларымызды саламыз да, енді топ басшыны сайлаймыз. Мына әділ болу үшін таяқшаның ішінде аты жазылған оқушыныкін аламыз. Мына жерде бізде іңкәр дейді топ басшы. Орнымыздан тұрып қоямыз. Жұмабек іңкәр. Екінші топта топ басшыны сайлаймыз. Топ басшы кім болады екен? Аламыз да, ішінен біреуін алып қараймыз. Кім дейді? Жансая. Жансая өзін өзі бағалау парақшамыз бар ғой алдымызда, иә? Мынандай өзін өзі бағалау парақшасы бойынша әркім өзін әділ бағалаймыз деп және ережені айтып кеттік. Топ басшы алып, мынандай өзін-өзі бағалау парақтарын әрқайсысына беріп, мына жерде аты жөндерін жазып, 5 тапсырма бойынша бағалайсыздар. Бүгінгі сабағымыз 5 бөлімнен тұрады болды. Бірінші бөлімде біз енді балдар жас болдық па? Жас болса қолымызды қоямыз да бері қараймыз. Қазақстан қарқындап дамып біріктеп байып келе жатқан тәуелсіз ел. Дұрыс па балдар? Қазақстан емес. Ал байу үшін не істеуіміз керек? Біз еңбек етуіміз керек. Енді бір сәт өздеріңді бір бизнесмен, немесе бір банкир, немесе бір кәсіпкер ретінде елестетіп көріңдер. Сендерге бір өздерің ұнаған іспен айналысу үшін балдар сендерге не керек? Ақша керек, білім керек. Дұрыс па? Ал енді біз ақша қай жақ қалай келеді? Оны біз қайдан аламыз? Банктен аламыз. Ал банк мемлекеттік мекеме. Енді бүгін сендер мысалы 4 топқа бөлініп, мынау халық банкі, АТФ банкі, Каспий банкі және Казкоммерцбанк 4 топқа бөлінді. Бірінші бүгінгі сабағымыз 5 бөлімнен тұрады балдар. Бірінші бөлімде әдебиет сабағы болғандықтан әдеби жанрлар бойынша сұрақ-жауапқа жауап береміз. Әр сұраққа біз 200 теңге аламыз, яғни 200 теңге банкоматқа ие боласыздар. Ол деген сөз 200 ұпай жинадық деген сөз. Ал әр дұрыс жауапқа. Екінші бөлімде үй тапсырмасы берілген сұрақтар, үй тапсырмасы бойынша 500 теңге банкоматқа ие боласыздар. Яғни 500 ұпай жинайсыздар. Ал үшінші бөлімде жаңа сабақта біз 1000 теңге банкоматқа ие боласыздар, 1000 ұпай жинайсыздар деген сөз. Ең ақырында біз ауыр жұмысымыз шығармашылық жұмыс бойынша ең жоғары ұпайымыз 5000 теңге банкоматқа ие болып, 5000 ұпай жинайсыздар. Ең ақырында қорытындылап біз ұпай сандарын санап, қай банк өзіне қорды көп жинады, соны анықтаймыз. Енді мен көріп отырғандар оң қолын көтерсін, мен естіп отырғандар сол қолын көтерсін. Дайынсыз ба? Бастадық. Бірінші бөлім бойынша миға шабуыл әдісі. Миға шабуыл әдісінде біз мына жерде топ басшылары шығып, мына жерде конверттер берілген. Осы конверттерде әдебиет сабағына байланысты әдеби жанрлар туралы сұрақтар берілген. Сол сұрақтарға жауап береміз. Ал топ басшыларымыз келеміз. Қалаған үшеуінде аламыз да, орындарына барып топпен араласып, қай топтайын сұрақ жауап береміз. Ал енді ұпай жинау басталды. Кім қайсысына жауап береді? Тыңдаймыз балдар. Мына топ жауап бере алмай қалса, олардың ұпайлары сендерге кетсе. Сол үшін тыңдаймыз бізде. Дұрыс па, дұрыс емес па? Ал Гүлайша қызымыз. Аңыз дегеніміз не? Тарихи адамдар жайында айтылатын әңгіме. Бұл өмірде болған адамдардың іс-әрекеті жайында тұрады. Дұрыс. Міне
Жаңа сабақты бастаймыз. Жаңа сабақты бастамас бұрын біз мына жерде слайдқа бір мұқият қараймыз. Ал әкеміздің анасын ол өз әжелері болады екен. Енді балдар міне бүгінгі тақырыбымыз осы әжеге байланысты екен. Әжесі қайсысын жақсы көреді деген тақырыпты өтеді екенбіз бүгін. Бұл әжесі қайсысын жақсы көреді деген мәтіннің авторы Төрежан Мәдіхат деген кісі екен. Бұл кісі 1921 жылы 30 сәуірде Ақмола облысында дүниеге келген екен. Бұл жазушы, дарынды педагог, өнегелі ұстаз. Қазақ мектептеріне арналған әліппелер автор екен. Бұл кісінің теңге ойын, бітпеген ойын, ақылбек Жанатбек, түйе көлеңкесін қалай жоғалтты, кім кінәлі деген балаларға арналған көптеген шығармалар бар екен. Бұл кісі бірнеше мәрте құрмет орденімен наградталған кісі екен. Міне сендерге арнап жазылған осындай әжесінің қайсысы жақсы көреді деген мәтінімен бүгін танысады екенбіз. Танысуды мәтінді кітапты ашамыз. Әже сенікі емес, әже менікі. Мен жақсы көремін. Мен сен сияқты әжемнің басын қатырмаймын деп таласа кетті. Әже немерелеріне егескеніне риза болып отырды. Бір кезде қарияның көзі бұлдырап, қысылып, диванға қисая кетті. Қанаттың зәресі ұшып, бақырып жылап жіберді. Болат абыржымай, үлкен кісіше телефонға барып, жедел жәрдем шақырды. Ақ халатты дәрігер келіп, әжесіне ине шаншып, дәрі берді. Әжесі басын көтеріп, дәрігерге алғыс айтты. Дәрігер Болат пен Қанаттан телефонмен жедел жәрдемді шақырған қайсысы барың деп сұрады. Болат менмін деді. Ақылды бала екенсің, деді дәрігер. Әжеңді жақсы көреді екенсің. Мәтіндегі оқиға болады. Бір адамдардың қатысуымен болады. Сол мәтіндегі адамдардың қатысуымен болған адамдарды кейіпкер деп атаймыз. Ал енді балдар, бұл мәтінде кейіпкер кімдер туралы айтып жатыр? Жансая? Қанат пен Болат жайлы, әжесі жайлы және дәрігер. Міне бүгінгі мәтінімізде кейіпкерлері сол екен. Қанат пен Болат, дәрігер және әжесі екен. Балдар, бұл жерде әжесінің қасында кім отыр деп? Қанат пен Болат екеуі әжесіне мен жақсы көремін деп бір-бірін таласып отыр екен, иә? Ал сол кезде бір кезде қандай оқиға болды балдар? Естіді? Әжесі және қария кісі көз бұлдырап диванға құлай кетті дейді. Ал сол кезде Болат пен Қанаттың әрекеті жайлы не тыңдадыңдар? Бір айтыңызшы. Қанат бақырып жылап жіберіпті. Ал мақсат сен не айтасың? Болат не істеді? Өте жақсы. Содан кейін барып дәрігерге хабарласты. Одан кейін уақиға не жайлы болды? Бақберген сен айтыңызшы. Дәрі берді. Алғысын айтты. Одан кейін бізде беріпбек орғай не болып сөйлетші? Демейме отырмыз burada. Сөйтіп не деді дәрігер? Тапсырмада, шығармашылық тапсырма бойынша енді топқа бөлеміз. Бірінші топта әже тақырыбына эссе жазу. Міне бірінші тобымыз эссе жазу. Екінші тобымыз көрініске яғамыз. Үшінші тобымыз әже туралы өлең шығарамыз. Ал төртінші топ мен мына жерде әженің суреті беремін.
dәрігер қандай көңілді хабарлатар екен? Дәрігер жайлы бізде жансыз қақпағы бар екен. Қақпағын айтып тұрмайыншы Айдос, мына жақта көрініс құрып отыр жұртық. Тыңдайсыз? Жедел жәрдем дегені өмірдегі керегін тосын құлап қалса керек. Жедел жәрдеммен төрт оқушы ауыра қалса басымыз, қанай қалса мұрнымыз, жүгіреді көмекке мейірбике апамыз. Өте жақсы. Көріністі жақсы ойлап шық. Бақберген оқушымыз кәсіп башы. Әжетайым мейірімді, қолды еркелетеді, аймалайды. Ауырмашы, қартаймашы, ағайжем, әрқашанда аман болды жаңа жыл. Жаңа жыл. Как айтыңызшы? Бірінші, 5 жыл өлең стратегиясы бойынша неғып, е? Бірінші зат есімде нені қойды екен? Дауысын шығарады. Екінші, сын есім? Мейірімді, ақылды. Сын есім қандай деген сұраққа жауап береді? Етсізде қимылды білдіретін сөзді. Еркелетеді, аймалайды, ретті сөйлем, мәнде сөз. Жақсы, өте жақсы. Онша аяқталмай қалды, иә? Жақсы, отыра қойды. Ал енді бағалаймыз бағалаймыз. Бұл жерде